Селкоэстар халықаралық байқауына қатысушылардың дені Қазақстанға келді. Кезекті конкурсанттар Армения, Өзбекстан, Грузия, Түркменстан және Тәжікстанның әншілері. Кеше кешкісін Оңтүстік Кореяның Кандис тобы келген, жанкүйерлері қонақтарды қазақ дәстүрмен қарсы алды. Өнерпаздарға бауырсақ ұсынылып, әннен шашу шашылған. Әрине, өнерпаздар мұндай ауқымды жобада өнер көрсету олар үшін үлкен мәртебе екенін айтып, алғыстарын білдіріп жатыр. Айта кетейік, бүгін түнде Малайзияның намысын қорғайтын әнші Ясмин Азиз ұшып келуі тиіс. Сол кезде барлық 12 қатысушы жиналады. Сөйтіп дайындыққа кіріседі. Селкоэстар мега байқауының түсірілімі 26 тамыз басталады. Жоба Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешені мен Қытайдың CMG медиа корпорациясы арасындағы келісім аясында жүзеге асуда. Бұл байқаудағы басты мақсатым өз елімнің дәстүрін, мәдениетін көпшілікке паш етіп, лайықты өнер көрсету. Намысты қолдан жібермеймін. Мен үшін бұл ең ауқымды жобаларымның бірі. Расында мұндай масштабта болады деп күтпедім. Музыканың күші керемет қой. 12 елдің басын біріктіріп отыр. Байқауда қазақтың халық әні Самалтауды орындаймын. Тағы бір тосын сый бар, бірақ оны алда көріп жатарсыздар. Казахское гостеприимство, я о ней слышал, конечно. Қазақстанның қонақ жайлылығы туралы көп естігенмін. Бүгін көзім жетіп отыр. Уақытқа қарамастан сән салтанатымен күтіп алып жатыр. Өте қуаныштымын. Астанаға бірінші рет келуім, алайда ұнайтынына сенімдімін.